Сәлем достар. Гитпен танысуды одан әрі жалғастырамыз. Өткен сабақты жалғастырайық. Мысал ретінде бір схема түрінде жобаны жасап көрейік. Яғни менде бір жоба бастадым дейік. Бір сайт құрып жатырмын. Мына оң жағында көріп тұрсыздар. Менде схема тұр мына. Яғни менің сайтым тұр. Мен не істеймін? Мен алдымен жобаны инициализациялаймын. Яғни гитті былайша айтқан кезде қосамын. Қызыл белгіленіп тұр. Қараңдар. Енді қараңыздар, мен сайтыма өзгеріс енгіздім. Яғни navbar қостым, яғни бір шапка қостым үстіне. Енді бұл болған өзгерістерді мен не істеуім керекпін? Чекпоинт жасау керекпін. Яғни чекпоинт деген сөз былайша айтқан кезде белгілі бір сақтап қою. Белгілі бір параметрмен барлығын сақтап қою керек. Мен чекпоинтты қостым. Және чекпоинт қосқан кезде мен белгілі бір комментарий жазып кетемін. Жоғарыдан navbar қостым деген секілді комментарий жазып кетемін. Енді тағы да бір өзгеріс жасаймын программаға. Енді сайтыма контент қостым. Мына жерде белгіленіп тұрмын, контент қостым. Көк, жасыл, розовый түс, рошан түсті. Және бұны да мен чекпоинт жасап кетемін. Және оны комментарий қалдырып кетемін. Және бірінші қатарды қостым деп. Программаға тағы да өзгеріс жасадым. Яғни тағы да ақпараттар қостым. Әртүрлі ақпараттар қостым. Және бұны да мен істеймін, чекпоинт жасаймын. Сенде онда комментарий жазып кетемін. Екінші қатарды қостым. Үшінші, беттің, яғни темасын, түсін өзгерттім. Және болған өзгерістер мен тағы да чекпоинт жасаймын. Яғни сұр түске ауыстырдым деп оған комментарий қосып кетемін. Енді қараңыздар. Енді мен әлі тоқтаған жоқпын. Әлде navbar'дың түсін өзгертемін. Қараңыздар, алдыңғы версиясы мындай еді. Енді оны мен сары түске ауыстырдым. Сөйтімді оны да мен чекпоинт жасап, комментарий жасап кеттім. Яғни navbar'ды жаңарттым деп. И бір кезде менің жұмысымда бастығым көреді, бұл мүлдем ұнамайды. Яғни сайттың түсі оған ұнамайды мүлдем. Бастығымыз ашулы. Енді ол не істейді? Менде проблема емес. Ол айтады, все, бұл түсі ұнамайды. Кейін қарап қайтар, басқасын жасаңдар дейді. Проблема емес. Себебі менде гит инструменті бар, гит құралы бар. Мен не істеймін? Мен алдыңғы нұсқама, яғни әлі түсін өзгертпеген нұсқама қайтадан кейін қарап ауысаламын. И менің бүкіл программам, бүкіл файлдарым сол алдыңғы нұсқаға, яғни екінші қатарды қостым деген чекпоинтқа былайша айтқан кезде ауысады. Яғни мынау екі нұсқа тіпті болмаған секілді. Мен тура жаңағы төртінші чекпоинтқа ауысып келе қаламын. Енді не істеймін? Мен енді басқа тармақ құрам. Яғни мен эксперимент жасаймын. Түсінесіздер ма? Мен басқа тармақ. Яғни тағы да өзгеріс жасаймын. Тағы да қайтадан сұр түске ауыстырамын. Мен кейін қарап кетіп отырмын. Қайтадан өзгеріс жасаймын. Яғни астына не істеймін? Қажет өзгерістер жасаймын. Осынша қайтадан түсін өзгертемін. Астына тағы да қызыл түс жолақты контент қосамын. Системде оны не істеймін? Тағы да чекпоинт жасаймын. Байқасаңыздар, мен уже басқа параллель тармаққа көшемін. Түсінесіздер ма? Басқа бір ветка дейді, branch дейді ағылшынша. Басқа тармаққа көшемін. Сонда оны тағы да чекпоинт жасап, үшінші қатарды қостым деп комментарий жазып кетемін. Тағы да өзгеріс жасаймын. Яғни сайттың табанын, яғни футерін жасаймын, Сонда оны тағы да чекпоинт жасаймын. Табаны қосылды деп комментарий жазып кетемін. Сонда енді қайтадан келемін де жаңағы бастыққа ұнамаған нұсқаға қайтадан ауысамын. Көрдіңіздер ме? Өзгеріс не болған? Мен алдында мына жерде тұрғанмын. Енді мен қайтадан бұрынғы нұсқама келемін. И менің сайтымда не істеп кетті? Өзгеріп кетті. Яғни менің программа кодымда сол мына жерде чекпоинт қалай жасалған? Тура сол нұсқаға қайтып келеміз. Және сонымен қатар біз екі нұсқаны біріктіре аламыз. Комбинация жасай аламыз. Яғни екі тармақтан біз жаңа комбинация жасай аламыз. Түсінесіздер ма? Яғни бұл жерде мысалда әрине түсін өзгерту бастыққа ұнамаған болатын, бірақ біз менің көрсеткім келгені, біз егер қажет болған жағдайда кейін қарай қайтып, жаңа тармақты бастап, эксперимент жасап,
и ол екі тармақты қайтадан біріктіре аламыз. Міне, бұл бізге гиттің беретін пайдасы. Гиттің үлкен пайдасы қандай? Енді қысқаша тарихына келетін болсақ, бұл гит инструментін атақты инженер-программист Линус Торвальдс ойлап тапқан. Яғни бұл Линус Торвальдс алғаш Linux операциялық жүйесін жасаған. Linux операциялық жүйесін білесіздер, бұл ашық кодты, яғни әлемдегі бірнеше программистер бірігіп, өз еріктерімен бірігіп, жұмыс жасай құрылған операциялық жүйе. Енді қараңыздар, бірнеше программистер, бір-бірін танымайтын программистер бір-бірімен қалай жұмыс жасауға болады? Қалай бұл программа код нұсқаларын реттеуге болады? Әрине, бұған дейін де Линус Торвальдс нұсқаларды басқару жүйесін қолданған, белгілі бір жеке компанияның, яғни проприетарты жеке компанияның нұсқаларды басқару жүйесін пайдаланған. Бірақ ол инструменттердің өзінің кемшіліктері болды. Соның ішінде бұл лицензиядан кемшілік, лицензияда бір шектеулі. И Линус Торвальдсқа бұл ұнамайды. И ол өзінің жаңа нұсқасын, жаңағы распределенный, үлестірілген, ыңғайлы гит инструментін ойлап табады. Яғни Linux операциялық жүйесіне қажетті программа деп айтсақ болады. Сол үшін 2005 жылы алғаш рет таныстырылады. И содан бері гит инструменті дамып келеді және қолдану аймағы өсіп келеді. Қазір кез келген IT компания болсын, кез келген жұмыс орны болсын, IT саласындағы гит инструментін білу программистер үшін міндетті құрал. Сабағымыздан аздап шегіс жасайын. Линус Торвальдстың өмірі жайлы бір қызықты өзі жазған кітап бар. Линус Торвальдстың өзінің бір кітабы бар. Just for fun. Яғни ради удовольствия деп кітап орысша аударылған кітабы да бар. Міндетті түрде оқып танысып көріңіздер. Қызық. Жалпы программалауға қызық кетесіздер. Енді интернетте іздеп тапсаңыздар болады, кітабы бар. Аудиокнигасы да бар шығар, наверное. Танысып көріңіздер. Өте қызық. Финляндияда қалай өмірге келгенін, Финляндияда өмірін айтады, программалау қалай қызыққанын айтады, Linux операциялық жүйесін қалай танысқанын айтады, Америкаға алғаш барғанын, Америкаға қалай келгенін, Стив Джобс оны жұмысқа қалай алғысы келгенін өзіне тартып. Жалпы open source программасын ол не екенін жақсы түсіндіреді. Мен сол кітапты оқып, программалау деген бір қызығушылық арта түсті. Қосымша және сонымен қатар мен Linux операциялық жүйесіне сол кезден бастап көшіп кеттім. Open source программасының былайша айтқанда мен фанатымын. Мен 2005-тен бастап Windows операциялық жүйесінде жұмыс жасамаймын мысалы. Осы кітаптың әсері. Танысыңыздар, міндетті түрде. Электронда нұсқалар бар интернетте. Сонымен қайтадан сабағымызға оралайық. Яғни, егер сіз IT программист болам деп шешкен болса, бұл міндетті құрал. Facebook, Amazon, Google секілді ірі компаниядан бастап, жай қарапайым стартап компанияға деген осы гит қолданылады. Және мұнымен қатар программистерден басқа технология жақын адамдар да қолданады. Тіпті өнер адамдар да қолдана алады. Әрине, ол үшін гитпен таныс болса, гит инструментін үйренсе, бұл технологияға қолдануға өте ыңғайлы. Сонымен қатар кейбір мемлекеттік мекемелерді қолданады. Мысалы, кейбір елдерде Австралия, Америка, Канада, тіпті Латвия елдерінде мен сайттардан көрдім. Кейбір заңнамаларды, заңдық актілерді осы алғашқы шикі нұсқаларын гит инструментмен жасайды екен. Және оны GitHub сервис секілді, Bitbucket деген сервистер секілді ортаға, яғни репозиторлардың центріне лақтырады, салады. Азаматтар өз кезегінде не істейді? Сол заңның шикі нұсқаларын оқып, өз ұсыныстарын енгізе алады. Керемет емес пе? Өкінішке орай біздің елде әлі бұл келген жоқ. Бірақ егер гит инструментін осылай дамыта берсек, үйрете берсек, алдымен программистерге, одан кейін жай азаматтарға, басқа саладағы, онда бұл гитті де мүмкін біз қолданып үйренерміз.
яғни шын өмірде басқа дамыған елдерде гид инструменті заң саласында қолданады екен, мемлекеттік салада да қолданады екен. Сабағымызға тағы да шегініс жасап өтейік. Жаңағы гид инструменттерін, GitHub сервистерін мемлекеттік ұйымдар қолданады деп айттық қой. Соған бір мысал келтіріп өтейік. Мына жердегі сайттарды ашып көрейік, қараңыздар. Бұл жерде GitHub және гид инструменттерін мемлекеттік органдар қалай қолданады? Әртүрлі мемлекеттер. Мысалы, Аргентинаны қараңыздар. Мынандай ұйымдар, мынандай органдар GitHub'ты қолданады екен. Австралияны қараңыздар. Өте көп 42 организация, 42 ұйым қолданады екен, мемлекеттік ұйымдар. Бельгияда 6, Боливия 2, Бразилия 33 ұйым. Қазір жеке-жеке ішін кіріп көреміз. Болгария, Канада 56, Чили 1, Колумбия 3, Чехия 2, Дания 5. Осылай Эстония 6. Кстати, Эстония IT компаниясы қаттаман. Еговты қолданады екен. Қараңыздар, кіріп көрейік. Еговты кіріп көрейік, мысалы. Яғни Еговты былайша айтқан кезде Git және GitHub сервисін пайдаланады екен. Қараңыздар, E-Government Building Blocks. Яғни мемлекеттік іске қатысы бар түрлі файлдар, түрлі программалар осы GitHub'ты қолданады екен. 42 репозиторий бар екен. Мысал, енді кіріп көрейік біреуіне. Эстонша жазылған екен. Java тілінде және Oracle SQL-де, PL/SQL жасалған екен. Тағы осындай инструменттер өте көп. Сонымен қайтадан сабағымызға оралайық. Ғалымдар қолдануға мүмкіндігі бар. Яғни ғалымдар өз командаларымен әртүрлі зерттеулер жасайды. Әртүрлі деректермен жұмыс жасайды. Әртүрлі эксперименттің нұсқаларымен жұмыс жасайды. Осының бәрінде біз Git'ті пайдалана алады екенбіз. Тіпті жазушылар да, аудармашылар да осы Git инструментті пайдалануға болады. Яғни бірнеше автор бір шығармамен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Немесе бірнеше программист, немесе бірнеше аудармашылар бір кітаппен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Тауып алдым GitHub'ның ішінен. Яғни қараңыздар, контрибьютор 88 адам бірігіп жұмыс жасап, мына бір кітапты құрастырған екен. Мысалы, Git'тің өзінің бір кітабы бар, Gitbook. Немесе ProGit. Ішін ашып қарайық. Оның өзінде сол Git инструменті пайдаланып жазылған. Яғни электронды вариантын EPUB немесе PDF-ті көшіріп алуға болады. Немесе осы сайттың өзінен оқуға болады. Және бірнеше тілдер оны аударған. Тіпті Азербайжан тілі аударған, орыс тілде аударған, тіпті өзбек тілде аударған. Өкінішке орай қазақ тілі жоқ. Түркше аударылған. Біздің неміз екен. Бізде осыны салысып аударуымыз керек қазақшаға. Сондықтан Git'ті қараңыздар, танысуымыз керек. Git бізге міндетті түрде керек. Енді тағы бір нәрсе бар. Бізде Git және GitHub деген бар. Екеуі тең емес. Git деген бұл нұсқаларды басқару жүйесі. Бұл программа. Бұл локальды машинада жұмыс жасайды. Яғни сенің компьютерді орнатса, сенің компьютерінде ғана жұмыс жасайды. Gitпен жұмыс жасау үшін ешқай жерде тіркелудің қажеті жоқ. Интернет қажет емес. Ал GitHub бұл сайт, бұл сервис. Яғни Git репозиторий деп бізде Git'тің файлдарын айтамыз. Бұл репозиторий деген термин қолданады. Яғни Git'тің бақылауында тұрған файлдарды репозиторий деп айтуға болады. Яғни
GitHub сондай файлдарды, яғни Git'тің бақылауында тұрған файлдарды, репозиторийлерді сақтауға арналған сервис. Бұл басқа адамдармен, басқа программисттермен бірігіп жұмыс істеуге жеңілдетеді. Көптеген біз қолданып жүрген программалар, Linux операциялық жүйесі болсын, мысалы React.js деген фреймворк болсын, Django деген фреймворк болсын, тағы басқа open source программалардың барлығы осы Git, GitHub секілді инструменттердің, сервистердің көмегімен жасалады. Әрине біз GitHubқа тіркелуіміз қажет. Былайша айтқан кезде GitHub деген бұл Git'те жасалған программаларымызды, файлдарымызды бөлісуге арналған және соның жұмысын жеңілдетуге арналған командалардың, программистердің командаларының бірігіп жұмыс жасауына жеңілдетуге арналған сервис, сайт. GitHub жалғыз емес. GitHubпен қатар Bitbucket деген бар. Atlassian деген компаниядан шыққан Bitbucket деген бар. Өте кең таралған. Кстати, Python тілінде жазылған. GitHub Ruby тілінде жазылған. GitLab деген бар. Ол да кең таралған инструменттердің бірі. Бірақ GitHub қазіргі уақытта ең көп ашық кодты репозиторий жинақталған, яғни сайт, онлайн сервис, немесе бұлттық сервис. Сондықтан біз курсымыздың барысында Git және GitHub үйренеміз. Bitbucket, GitLab секілді олар да ұқсас, бірақ оған көңіл бөлмейміз. Сонымен менің локальдық компьютерімде менде репозиторий бар. Яғни Git'тің бақылауындағы файлдар бар. Мен істеймін. Мен аламда оны енді GitHubқа салам. Білесіздер ме? Мынау менің локальды компьютерім. Git'тің бақылауында жұмыс жасап тұрған папка немесе файлдар. Оны мен GitHubқа салалам. Яғни ол репозиторий деп атайды. Сонымен GitHubқа салғаннан кейін оны мен басқа программистермен бөлісе аламын. Немесе басқа программистермен бірігіп жұмыс жасай аламын. Әрине, бірігіп жұмыс жасау үшін біз оны бөлісуіміз керек. Яғни басқа программистер оны істейді, менің инструменттің локальды копиясын ала алады. Ол өзінің өзгерістерін жасайды, сөйтті ол да GitHubқа салады. Мына бір қызда мысалы істейді, GitHubқа менің кодымды алып, ол да өзгеріс жасайды. Ол да GitHubқа салады. Немесе GitHubта болған өзгерісті қайтадан алып, қайтадан жөндеп тағы салады. Сондай бір керемет инструмент. Яғни GitHub былайша айтқан кезде бірнеше программистер, командалардың бірігіп жұмыс жасауына арналған керемет инструмент. Git'тің негізгі сайты бұл, просто Git деп іздеп көрсеңіздер. Git'тің негізгі сайты мұны. Осы жерде өздеріңізге қажет нұсқаларды көшіруге болады. Linux'ке, Windows'қа көшіріп алуға болады. Git'тің негізгі официальный сайты осы. Ал GitHub дейтін болсақ, GitHub бұл github.com-ды кірсеңіздер болады. Әрине сіздер бірінші ашылған кезде бұндай бет ашылмайды. Менде просто өзіме тіркелгенмін. Менде мысалы репозиторий бар. Менде мысалы 233 репозиторий бар. 233 басшағыда репозиторий ұстағам. Мен 2000, есімде жоқ, қай жыл қосылған, бір ертерек қосылған мен. GitHub жалғыз Bitbucket деген бар. Bitbucket деген сервис бар. Яғни бұл да башқан кезде GitHub'тың аналогы. GitLab деген бар. GitLab деген инструмент. Бұл да башқан кезде GitLab'тың конкуренті десек, аналогы десек болады. GitLab. Енді жұмыстары бір-бірімен өте ұқсас. GitHub'ты егерсеңіздер, онда GitLab'ты да, Bitbucket'ті де жылдам егеріп аласыздар. Сонымен бұл лекцияда біз Git'тің не екенін, GitHub'тың не екенін таныстық. Келесі сабақта біз Git'ті қалай орнатуымыз керек, сол туралы айтатын боламыз. Кездескенше.